Сәлеметсіңдер ме студенттер? Дәрісімізді ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз кристалл торларының ақаулары. Атомдарының энергиясы минимал күйде болатын идеал кристалдар болмайды. Идеал тордан ауытқу уақыттық немесе тұрақты құбылыс болуы мүмкін. Уақыттық ақауларға кристалға механикалық, жылулық немесе электромагниттік тербелістер кристалл арқылы жылдам бөлшектер ағымы өткен кезде туындайды. Ал тұрақты ақауларға нүктелік ақауларды жатқызуға болады. Оларға мысал ретінде түйін арасындағы атомдарды, қоспаларды немесе бос орындарды айтуға болады. Бос орын кристалл торының түйінінде атомның болмауы. Нүктелік ақаулардың мөлшері үш өлшемдік кеңістік бойынша алып қарағанда өте кішкентай болады. Тұрақты ақаулардың келесі бір түрі сызықтық ақаулар. Оны дислокация немесе ығысу деп те айтады. Кристалл торындағы жазықтықтардың үзілу орнында пайда болады. Ондай дислокацияны шектік дислокация деп атайды. Немесе осы жазықтықтарды бұрау кезінде туындайды. Ол винттік дислокация деп аталады. Сонымен қатар нүктелік ақаулардың тізбегі кезінде туындайды. Оны тізбекті дислокация деп атайды. Дислокация кристалл денесінде өз орнын ауыстыра алады. Кей жағдайда дененің беткі бөлігіне де ығысуы мүмкін. Тұрақты ақаулардың келесі бір түрі беттік немесе жазық ақаулар. Олар екі кристалдық бет арасында туындайды. Өзара белгілі бір бұрышқа ығысып орналасқан беттік арасында немесе қабаттардағы бөлшектердің дұрыс орналаспауы нәтижесінде туындайды. Сонымен қатар беттік ақаулар кристалл дәнекерінің шекараларында пайда болады. Тұрақты ақаулардың келесі түрі көлемдік ақаулар деп аталады. Оған кристалл ішіндегі бос орындар, қуыстар, арналардың топтасуы, кристалдың өсуі кезінде кристалға тамырланған бөлшектер, кристалда пайда болған жаңа кристалдық фазаларды жатқызуға болады. Үш өлшемді ақаулар барлық үш өлшемде де салыстырмалы үлкен өлшемдерге ие. Олар көптеген нүктелік және сызықтық ақаулардан тұратын конгломераттар болып табылады. Олар кристалдану режимі бұзылған кезде пайда болады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.